Бәріне сәлем, бүгін сіздерге королевская ватрушка жасап көрсетемін. Ол үшін құрғақ ыдысқа ұнымызды, май, сахар, разрыхлитель барлығын араластырып, мучной крошка жасаймыз. Егер осындай лопаткасы бар миксер болмаса, майды чорықтан өткізіп, қолмен үгітуге болады. Май міндетті түрде салқын болу керек. Начинкасына бізге творог, қаймақ, жұмыртқа және де сахар керек болады. Егер творогыңыз тәтті болса, онда сахар қоспауға да болады. Видеода көрсетілгендей барлығын араластырып, блендермен езіп, біркелкі масса жасау керек. Егер блендер болмаса, вилкамен де езуге болады. Пирогымызды құрамыз. Ол үшін бізге диаметрі 18 сантиметрлік форма керек. Осылай тестоның көп бөлшегін астына жібереміз, үстіне сибуге кішкене алып қаламыз. Пирогымыздың үстіне начинкасын саламыз. Начинкамыз сұйық болмау керек, осындай қоймалжың массасы болу керек. Сосын осы начинканың үстіне қалған тестімізді саламыз. Пирогымызды 180 градуста 30-40 минут корочкасы қоңыр болғанша пісіреміз. Духовкадан шығарып, комнатный температурада суытып, содан кейін міндетті түрде минимум 6 сағатқа холодильникке салып қоясыздар. Осымен пирогымыз дайын. Жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Легкий, воздушный болып шығады. Творог жақсы көретін адамдарға өте таптырмас рецепт. Лайк басып жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.